белгилүү актер Эрмек Шымболотов. Кыстау заман кеп бир кыйын жагдай болуп атса, биринчи болуп чыгатын кыргызга казак, казакка кыргыз го. Айналып келгенде. Эламан Усентаев деген продюсер байкебиз. Казак деп айтайын дедім, бірақ кыргызсың ба дегем ғой. Я кыргызмын. Я атыңы бар деп жүгіріп жатыр да мага. Сен кайда демалга келдиң ба депши. Дастур киносунан тааныйбыз. Я всегда хотел антагониста. Сол дастур фильми сол мүмкүндүктү берди. Это же провокация в открытом виде. Зоёш. И я понял, что басып калиманы айтайын десем тил келмейді ғой. И смотрю, бір кезде бас кірді. Сондай маска, көз, и все тело в волосах, и волосы вот так алдыға түсіп тұрады. Қарады, бетімнің алдынан шығады ғой. И бір моментте калима тілге келіп қалады. Сонымен оянам. Сиз кантип кино тармагына келип калдыңыз? Көрген кезде таң қалатын да адамның ойына қалай келет бұл түшіруді депші. Мен содан қызықта бастадым. Саясатчылар бузган мамилени маданият адамдары түптөйт. Біздің тау ғой десе, ар жақтан біздің тау, беш Айтсаңыз. бармақ біздікі ғой десе, жоқ, бізді көкпар біздікі, көкбөрі деп, мысалы сол спорттың бәрі бар ғой. Қызық спор ғой тоже. Когда без фанатизма, былай қарасақ, Тамаша. иә, керемет нәрсе. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде эл аралык подкаст, биздин бауырларымыз, биздин боордошторубуз, казак бир туугандарыбыз конокко келген экен. Белгилүү актер Эрмек Шымболотов. Ассаламу алейкум. Анан Эламан Усентаев деген продюсер байкебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кыргызстан кандай тосуп алды сиздерди? Ой, күштө, өтө күштө. Келгенден аягымыз жерге тимей, балық та жеп атырык, ет те жеп атырык. Сол себепті кыдырып та жатырык. Өтө күштө. Негизи сизди биз Дастур киносунан тааныйбыз. Анан дагы бир нече кинолордон, анан негизи сиздин терс, негативдүү каарман катары тааныйбыз да. Жашоодо сиз мындай периштедей эле жылтырайт экенсиз, күлөт экенсиз. Негизи дурус адаммын деп. Просто мага негизи сол биз энди Жүргөнов академиясын битирдик. Алматыда. Ол устазым Туңгушбай Жаманкулов, народный артист. И маган академия кезинен антагонисттер унайтын. Антагонисттер унайтын, маган Яга унайтын. Поэтому до этого, когда ең биринчи сериалдарга түсүп бастаганда, у тебя глаза добрые деп, андай добрый ролдер берет, да, я всегда хотел антагониста. И вот как раз таки сол дастур фильми сол мүмкүндүктү берди. Режиссер Кубаныч Бейсек увидел во мне зло, что оно у тебя есть и проявляется, давай попробуем деп. Сонымен дастур фильми жарыкка чыкты. И маган бир үлкөн толчок болду карьерада. Негизи мен сурагым келет, сиздердин Кыргызстан менен болгон мамилеңиздерди кантип Кыргызстанга келип калдыңыздар? Биринчи жолу келдиңиздерби? Канчанчы ирет келип атасыздар? Мен осымен 3-чү рет келип турум. Ең биринчи сол дастур фильмин сиздерге Салт деген атпен сунууга келген кезде келдик. Ал экинчи рет осында сиздерде продакшнда Апам деген фильм берсе жарыкка чыгат. Сол фильмга арнайы түсүрүлүмгө чакырды актер ретинде. Өтө күчтүү сценарий, биографиялык драма. Маған бірден звондағанда сценарий сұраймын бірінші кезекте. Сценарий ұнады, сол себепті кеттік деп, өзіме де жаңа опыт, жаңа белес. Мысалы осы көрші мемлекет, бір туған мемлекет осы Қырғызстан келіп түсіп көрейік, қалай болады екен деп. Өте қатты ұнады. Бұйырса осы жылы сол фильмді көрерменге жолдаймыз. Алдыға чуркай бара, кандай ролду аткардыңыз? Ал жерде дагы сиз злодей болдуңузбу? Енді әрине бұл мен шыны керек ол рольга кастингсиз өттүм. Кастингсиз өттүм, мага хабарласып бірден сизди осындай рольге көрүп турек деп сценарий сурадым. Болды, давайте проба жиберемин. Жок, керек эмес, сенемиз сизге деп. Сонымен келдим. Бул жерде де антагонист. Бірақ режиссермен акылдаса келе, это тупо прямой антагонист эмес. У него есть душа,
у него есть сердце, сол себепті ол өзі арманы бар, мақсаты болған, бірақ осы системаның езгісіне түскен адам ғой. Жертва системы, он жылмен уақытпен сондай адам болып кеткен. Обстоятельствоның құлы дейді ғой. Никакой человек не скажет, что он плохой. Поэтому плохих людей не бывает. Есть люди, которые просто совершают плохие вещи. И вот бұл сондай да, өмірде бұзылып кеткен адам. Соны екен, Елеман байке, сіз қаншаншы рет келіп отырсыз? Мен негізі осы Қырғызстанға бірінші рет келіп жатырмын. Оған түрткі болған жаңа менің досым Жарқын Ермек мына Нұрбайкемен таныстырып бізді алтын көпір деп айтсам да болады. Осындай бір жол тарттырып осы бірінші рет Қырғызстанға келіп отқам. Негізі ойда болған, келгім келіп осы көріп, көрші елдерді көріп, негізі осы Бішкекте көп рет естідік. Ташкентке осы жақын арада барып қайттым. Сол осы жолымыз түсіп, жақсы күтіп алып жатыр. Қырғызстан өте керемет. Кірге осы кіре салған кезде көңілім өте қатты шығып жатыр. Қазірге дейін бір сатыға да төмен түскен жоқ деп айтсам болады. Сон қош келдіңіз да бір жолы. Анан эми интернет тармағында бөлөк жакта баарыбыз эле казак кыргыз бир тууган деп жүрөбүз. Кээде урушуп кетебиз, бирок баарыбыз бир тууганбыз. Анан эми сиздерден бирден окуяда мына Кыргызстанга келдиңиздер, Кыргызстан менен байланыштуу, Кыргызстандын ичинде биринчи окуялар, кандай кызыктуу окуялар. Негізі қазірде мысалы Қырғызстанда біз көп дос таптық қой. Көп дос таптық, ол достардың ішінде даже достарым өзі қалжыңдайды. Өстіп Тоқтағұл деген сіздерде керемет кісі болған, соның ауылына барып, Тоқтағұл өзгеше сол жерде барсақ, бір байке маған қалжыңдайды. Тау қалай екен дейді. Жақсы десем, біздің тау ғой дейді. Мен айтам, байке, арғы жағынан қарасаңыз біздің тау ғой деймін. Сол сияқты ол қалжыңдарда, бұл нәрсе өстіп қалжың күйінде қалған дұрыс та. Потому что мен ойлаймын, ертең бір қиын қыстау заман келіп, бір қиын жағдай болып жатса, бірінші болып шығатын қырғызға қазақ, қазаққа қырғыз ғой. Айналып келгенде маған келіп француздың жаны ашымайды ғой. Немесе бір англичанның или неміс келіп сұрамайды, не болып жатсыңдар деп. Тілімізді түсінбейміз ғой бір-біріміздің, шыны керек. Мысалы сізбен біз емін-еркін сөйлесіп отырық та. Қызық жағдайға келетін болсақ, бізде апам фильмінде продюсерлердің бірі, және мен досым Нұрсұлтан деген жігіт бар. Нұрсыбайке дейміз енді өзіміз өзара. Өте бір ақ жарқын жігіт. Онымен біз о кезде таныс емеспіз. Бізге арнайы машина жалдады. Сіздерді апарып тасиды осы машина дедім. Хорошо дедік, келістік. Сөйтіп түсіріп біттік, енді келесі площадкаға барайық десек, Нұрсыбайке деген жаңа жігіт семеркамен келіп тұр площадкаға. Жигули. Ана семерка енді раритет қой, енді ол көрме. Мен семеркамен барсам бола ма деймін ғой, сөйтсем болады. Нұрсыбайкеге айтады, Нұрсыбайке сізбен барса болды дейді. Сонымен екеуміз неміз бүкіл команда кетіп қалады. Бір кезде семерка құмға батып кетеді ғой, жүрмейді. Нұрсыбайке қазір байке дейді, болмайды, шықпайды, болмай жатыр. Бір кезде мен қасында отырып айтам, байке болмаса итеріп жіберейін деймін ғой. Қазақша итеріп жіберейін деген талпыну ғой, да, подтолкну. Сөйтсем Нұрсыбайке тұрып, итермей-ақ қой, өзім түрдем дейді ғой. И мен түсінбеймін, неге, я же просто помочь хотел, почему он так реагирует? И думаю, ладно, сам, наверное, такой деп отырып сөйтсем, потом уже бара жатқан кезде айтады, досым дейді, ау десем, бізде итеріп жіберейін деген жаман сөз дейді. Бізде түрт жіберейін деп айтады дейді. Қойшы десем, я деп соған біраз күліп алғанбыз. Бұл да енді жаңағыдай языковой барьер ғой где-то. Сондай көп болған. Бізде мысалға көп сөздерді бізде қызық болғаны, мен уже 6-шы смена адамы, менің персонажым қазақ негізі ол жерде. Қазақ, маған режиссер айтты, қазақша және орысша сөйле деп. Хорошо дедім да, актрисаға бүйтіп текстім бар. Соны әкел жәрдемдесіп жіберейін деген болған. Қырғызша айтып жүрмін да, уже тіл дата, ол досым қазақша сөйлеп жүр, бауырым деп. Сондай алмасып кетеді. Мен даже өзім қалжыңдаймын ғой, егер
Мына қазір осы үшеуміз отырық бір дастархан басында. Үшеуміз де қазақша сөйлеп отырсақ, сізді қырғыз екенсіз ешкім байқамай қалады. Үшеуміз қырғызша сөйлеп отырсақ, біздің қазақ екенімізді ешкім байқамай қалады да. Өте ұқсас. Ар бир кыргыздын максаты үйлүү болуу. Бирок үйдү кимден алуу керек? Бизден сунуш Баракат курулуш компаниясы. Баракат бат жана сапаттуу куруунун рекордсмени жана ар бир курулуштун акчасын максаттуу иштетүү. Ошондуктан батирлер өз мөөнөтүндө тапшырылат. Баракат берекелүү турак жай. Сизден бир окуя да. Менде де сол Нурсултан байке айттым, алтын көпір сыяктуу тааныстырып, міне Ермек келген кезде таныстырған кезде өте көп қызықтар болды. Бірінші Алматыға бізге қонаққа келгенде әрден біз енді қазақ қонақжайлы халық болғаннан кейін біз күтіп, енді қасымда досым деп, жақыным деп көріп кеттік. Өте жақын сыйласып. Негізі көп қызықтар бар. Сен қызықтарың бірақ не для камеры? Не деп бастайсың? Мен ең бірінші басынан өткен айтайын, негізі қырғыз қазақ бір туған деп айтты ғой. Ана осы жақында Вьетнамға барып келген кезде, Вьетнамға қонған кезде аэропорттан шықты, содан бізде гид күтіп алады автобуста. Автобуста күтіп алған кезде енді түрі қазақ болып тұр да. Отырдым, ыстықтап кеткенбіз, түрі қазақ болып тұр да. Енді бір жағынан телефонда қарап қалсам Нұрс байке звондап жатыр. Қалайсың, жақсы демалып жатсың ба? Енді ана алсам сеть істемейді, Wi-Fi алыста кеткен да, и сондықтан ана қазақ деп айтайын дедім, бірақ қырғызсың ба деген ғой. Ана айғалып, "Я, қырғызбын. Атың ба?" деп жүгіріп жатыр да, маған сен қайда демалуға келдің ба деп ше. Байке деп араласып кеттің. Енді сөйтіп жақсы сөйлесіп, енді арам бір 10 минуттық не болды, жол болды да, содан айтам, негізі мен қазақпын, мен осы Қырғызстанға, осы Вьетнамнан қайтар кезде сразу сол жаққа барамын. Ыстық көрінесің бәрібір деп. Байке, негізі демал кел, маған міне номерім жасқа, любой затты сұра, көмектесем, мына жақта осындай деп. Сөйтіп ыстық көрінгенде, бір енді мысал ретінде айтқан енді сыртқа шыққанның өзінде басқа өз елінде емес, Қырғызстанда емес, Вьетнамда келген кезде қандай ыстық көрінетіні сол кезде байқалады да, жалпы. Мен күтіп отқам, азыр сіз мен тамашалап қойдым, қырғыз емеспін, қазақпын салда. Мен де қазақпын да. Ойыма келіп сөйтіп бірінші қырғыз деп айтқанымда, сол кезде қырғыздың аты Аслан екен. Көрсе енді. Көп аттар да келеді ғой. Данияр, Багдәулет. Сіздерді бешбармақ мен Нұрс байке қонақтады, бешбармақ жедіңіздер Бишкекте? Бешбармақ әлі жемедік. Бірақ әлі жемедік. Бар деп айту керек, жоқ. Жоқ, есесіне біз балық жеп жатырық, форельге тойдық әбден, стейк, ет, бәрін жеп жатырық. Бешбармақ помын соңына қалдырып отқан сияқты, әлі 2 күніміз бар. Алдағы уақытта ертең Ыстықкөлге апарып соқтан жегізейін деп жатыр осы. Бешбармақты. Алла планы көп өте. Алдыда Ыстықкөл. Барып көріп қайтайық, ақыры келгенде бәрін көрейік. Ыстықкөлде болдыңыздар беле? Болмағанбыз. Бірінші рет барады. Тоқтоғұлдан жақсырақ дейін десем, тоқтоғұлдықтар жеп кетеді. Примерно бірдей. Тоқтоғұл әдемі екен бірақ. Біз дағы Қазақстанға көп барып қалабыз. Съемкаға барабыз, қонақтап, айрықша қыстың күні анау Шымбұлаққа барабыз, бөлек жаққа барабыз. Анан көбінше барғанда біз эми орысша сөйлейм, мен орысша сөйлесем эле мага қазақша жооп берет, баары қазақша жооп берет да. Сиздерде қазақ тили өнүп өсүп аткан учур окшойт. Бізде қазіргі таңда қазақ тілін өте абыройын көтеріп жатыр. Себебі қазіргі таңда енді мен өзім бала кезде орысша сөйлеу бір трендте болды. Сен орысша сөйлесең бір басқаша бір өзіңді сезімде бір умный сияқты болып, көп жерде орысша дұрыс емес айтып қалсаң күлетін, сондай жағдайлар болатын. Ал қазіргі таңда жастар наоборот қазақша сөйлеу модада деген лозунгпен қазақша айтатын болған көп нәрсені. Қазіргі жастар да қазақша сөйлейді, қазақша ән көбірек тыңдалады, қазақша фильмдар көбірек түсіріледі. Сол себепті қазақ тілін өте қуантады қазіргі таңда, прям алдыға қатты сүйреп жатыр. Ол күшті. Негізі бала чағыңызда айтып кеттіңіз да, мага қызық, сіз
жаш болсоңуз дагы бирок мындай актерский мастерство окуган мындай ал илимди алган кишисиз да. Азыр көбүнчө мисалы үчүн блогер болуп туруп деле актер болуп кеткендер көп да. Сизге эмне түрткү болду ошол именно актерский иште окуп улантып кеткени? Маған мен ойлойм ол бала кезден мен 5 класстан бастап гитарада ойнайм. Сол кезден бастап ән айтатынмын, өнерге кызыгатынмын, сахнага чыгатынмын. Мен 5 рет, 4 рет мектеп ауыстырдым. Сол кезде кез келген жаңа мектепте сол өнер мени сыйып кететін. Сен жаңа мектепке барасың, гитараны аласың, бір ән айтасың, елдердің бәрі семен о күшті екен деп бүйтіп сол бір түрткі болатын, араласып кету. Айрыкча кыздар. Иә. Ол да бар. Сөйтіп жүріп, өнер менікі екенін түсіндім. Мен соңғы 2 жылда физматта оқыдым. Мамандандырылған лицей, физмат. Сол жерде оқып жүрген кезде ояқта қиын ғой, күніне 2 сағат математика, 2 сағат физика, 2 пардан болатын мектепте. Сөйтіп бір күні математикада отырып, апай неге шығармай жатсың дейді. Апай маған керек емес сияқты осы дедім. Неге дейді, мен өнерге түссем ба? Не онда басың қатырып жүрсің дейді. Өнерге түсетін болсаң соған дайындалмайсың дейді. Шынымен дедім де, үйдегілерге айтып, маған математика керек емес, физика керек емес данный момент. Прям углубляться еткім келмейді, мен лучше творческий экзаменге дайындалайын, мен сол жаққа барам дедім. Мен әке-шешемде кезінде өздері Жүргеновке түскісі келген, өнер академиясына. Бірақ ол кезде өнер ол бағаланбайтын болған. Әке-шешесі ол не профессия, это не профессия деп. Сол мен түсем дегенде олар болды деді. Сол мен үйтіп жүріп Жүргеновке түсіп, Тоңышбай Жаманқұлов деген народный артист, сол кісіден білім тәрбие алып, одан магистратурада 2 жыл оқыдым. Сол Жүргеновте театрда жұмыс істедім. Сөйтіп, ақыр соңында осы киноға ғашық болып, кино менікі екен деп жақсы көрем площадканы. Бирок үнүңүздү угуп чыкты, үндөрүңүз, вокалыңыз аябай күчтүү экен. Гитарада да жакшы ойнойт экенсиз, кызыңызга ойноп берет экенсиз гитарада. Эмнеге өнөрдүн кино жаатын эмнеге тандадыңыз дейин да? Мен негизи әншіге түсем деп ойладым Жүргеновке. Потом реально вокалисттарды көрдім да, нет, я слабее дедім. Аналар сұмдық, барсам арияларды айтып жатыр, мен дворовой гитаристпін ғой. Менде максимум там 1,5 октавы диапазон такой келмейді да, аны арты тыңдағаннан мен ойладым, мен олар сияқты айта алмаймын. Это не мой уровень. Еще не бар дедім Жүргеновте. Еще что есть вообще? Сөйтсем, актерский бар дейді. Ол не? Актерға дайындаймыз. Ох ты ж. Бардым да сабақтарына қатысып көрсем бола ма дедім. Болады. Бардым, қарап отырдым. Үйге барып қайталап көрем. Істеген нәрселерін. Получается вроде неплохо. И потом өзімнің балалық шағымды еске алып атсам, мне нравилось петь перед зеркалом. Не просто слушать свой вокал, а именно перед зеркалом изображать. Я еще сценарий ойлап табатынмын өзім. Вот сахнаға шықтым, адамдар отыр, там вот эта вот девочка сидит, которая тебе нравится, мектеп кезінде 5 классың. Я выхожу, и она как слушает, я на нее посмотрю, деп. Оказывается, это все актерские детали. Это не вокал. Это вот актерский нәрсе екен. Кейін ойлап атсам, мен бала кезде негізі актерскиймен айналыспын ғой, нежели вокалмен. И сөйтіп актер шеберлігіне түсіп 4 жыл оқып шықтым ғой. Сонун эми Элеман байкеге өтсөк, сиз кантип өнөргө, кино тармагына келип калдыңыз? Негизи кино тармагында басында вообще ой болмаган, жалпы универ окуп жүрген кезде де болмаган. Сон универдин түшкөн кезде бір жылдан кийин Ермекпен таныштык досторуммен. Ол кезде Ермектин енді басалы универин бүтүрүп окуп жүрүп, сол кезде жаш чагыбыз былай айтканда эң кызык сәттердин бірге өткен деп айтсам болот. И бул жигитпен касында жүрген кезде өнерин былай бизге көрсөтүп, былай бар, мындай ойнайтын жер бар, универде болсундай деп ар түрлүү ситуацияларды айтып берет кызыктар. Согон мен де кызыктым жалпы. Одан ой болду, одан кийин Ермек менен жакшы уже тажрыйба алып, кинолорго түшө, сериалдарга түшө бастаган мен суранатын, бирге барайыкчы, көрөйүкчү депчи мен маган Площадкага барып мен калмайтым.
Ермектен айтатын, досым, мен апарайын, бірге барып көрейік. Маған бұл өте қызық. Андай өнерлі адам бар, енді әншілер де, бишілер де, бірақ кино саласына маған өте қызық болды. Өзім де кино любителім, андай көп кино көремін саласында. Мысалы айтып тұрмын, американскийларды, французский, испанский там. И көрген кезде таңғалатын да, адамның ойына қалай келеді бұл түсіруді деп ше. Қалай жинақталады бұл адамның ойына. Енді бір адам былай ойлап отырса, екінші адам басқалай ойлап отырады ғой деген сияқты. Мен содан қызықта бастадым. Сөйтіп Ермектің арқасында сөйтіп киноға қызықтым, негізі досым. Мені қинайтын 22-ші жылдан бастап Ермек кино түсірейік. Иә. Қанша керек? Примерно қандай бюджет болады фильмді? Содан Түсірейікші, бір фильм түсіріп көрейікші. Я говорю, еще рано. сөйтіп бәрі детальдарын айтып беретін жалпы. Бәрін. Мықты. Сол кезде мен андай лапылдап тұрған, от болып тұрған ғой жас кезде. Сол кезде айтатын, досым, қаншалықты бұл андай айтады ғой, сәт келеді ғой. Сен үшін күтем сәтті. Бірақ сол моментті жоғалтып алмайықшы. Бәріне дайынмын. Бір кино түсіру ол мен үшін бір арман деп айтсам болады. Екіншіден мен үшін бір андай болады ғой. Өзім үшін орындаған бір үлкен бір белестердің бірі деп айтсам болады. Сол үшін бір жағынан Ермекке де андай көмек, достық арамыздағы өте айтады ғой, бір сала болғаннан кейін вообще досымыздың, достастығымыздың андай қатты болып кететініне сенеміз. Әлі де міне бала шағамыз Осы жерде бір айта кететін қызық нәрсе, бұйырса қазір енді переговор жүріп жатыр. Бұйырса осы Қырғызстанмен бірге отыра фильм түсірсек деп жатырық. Дәл біздің негізі Қырғызстанға қыдырып келдік, бірақ сонымен бірге тағы бір мәселелерді шешуге келдік. Ишменен. Іспен де келдік. Себебі алдағы уақытта үлкен бір қызық сценарий бар. Осы екі мемлекетке қатты қатысты байланысы бар. Бұл сіздердің идея. Бұл біздің идея. Біз сол осы жерде біз өзіміздің байкелер бар. Оператор байкелер, сценарист, режиссер, сол байкелердің бәрімен ақылдасып, жағада осы сізге келердің алдында пысықтадық бәрін. Бірігіп кино түсірейік деп жатырық. Тақырыбы да не жайлы екенін нақты айтпай ақ қояйын, бірақ қырғыз қазаққа өте жақын. Жақын зат, иә. Позитив та бар, драма да бар, спорт та бар. И андай мен ана вечный спорларға бір өзімнің тарапымнан өз ойымды бергім келеді. Жағы айттым ғой, тау десе, тау біздікі ғой дейтін ше. Біздің тау ғой десе, ар жағынан біздің тау, беш бармақ біздікі ғой десе, жоқ бізді көкпар біздікі, көкбөрі деп, мысалы сол спордың бәрі бар ғой. Это андай бір жағынан қызық спор ғой тоже. Когда без фанатизма, былай қарасақ тамаша. Иә, керемет нәрсе. Андай таза мысалы спорт болса спортивный интереспен қарасаң, творчество болса творческий, наоборот, бір-біріңе сын айтсаң да, по факту болса, чтобы ол адамға өсу ретінде айтқың келсе, это вот басқа нәрсе, а не так, что, ну. Негізі мен мындай ойлаймын да, бағымда бір учур болды, біз мамлекеттеріміз СССР тарқағаннан кейін егеменді мамлекеттер болып, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, жаш баладай болып, бір-бірімізбенен спорить етіп, бір-бірімізге күч сынашып, шынтып деген. Азыр как будто бір өскөндөй. Біраз өсіп, асознана бір-бірімізге қайра жақындап, қарым-қатынаш түзіп, біріккен сияқты. Сіздердің бағыңызда қандай? Мен де сізбен толық келісем. Қазіргі таңда оның үстіне андай қазір 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Поколение ауысады ғой. Поколение ауысқан сайын қазір андай поколение келе жатыр да. Езгі көрмеген. Енді бізде жаспыз ғой, бізде ондай бір езгі көрген жоқпыз ғой. Вообще енді біз бірақ езгі көрген адамдардың тәрбиесін көрдік та. Сондай бір қиындықтан өткен, как раз сол развал Союзын құрған кезі, не жұмыс жоқ, не ақша жоқ. Сондай бір периодта, сондай бір қиындықтардан өткен поколение. И сондай поколенияда өзі травмасы көп поколение ғой ол. Быть в начеку деген. Да, травмасы көп, өздерінің бір армандары. Тогда қазір мысалы жастар күшті армандайды. Я хочу там за границей снять вот это, мынандай нәрсе істегім келеді, бүйткім келеді. Ол кездегі арман нан табу ғой. Хлеб
сүт, май. Қазір Всё, возможность көп. миссия выполнена, да? Обед болсо ужинге Иә. проблема уже ойлоносуң, барбы жок вопрос. Вот, и мен ойлаймын, қазіргі поколение ауысқан, қазіргі поколение көзі ашық, қазір тем более медиа дамып кетті. Қазір любой адам, бұрын біз тек телевизордың айтқанына сенетінбіз. Не айтып жатыр? қазір, Все, значит это так. А қазір медиа дамып, любой адам өзінің керек информациясын ала алады. И тем более бағана бір қызық факт бар ғой, енді синдром маленькой нации деген. И өзі кішкентай нация үлкен жерді алып жатқан кезде оларда всегда страх болады. Потому что ол жерге көзі түсетін адам көп болады. И сол тарапта да бізде көп комплекстар бар деп ойлаймын да. Эки элде. Иә, екі елде де. Өйткені үлкен жерді кішкентай салыстырмалы түрде алсаң азбыз ғой. Сол бір қорқынышта ойнайды сияқты. Бірақ қазір уже, видите, жастар олар басқаша келе жатыр да. Айрыкча биздин кошуналарды ала турган болсок, бул жакта чоң мамлекет, бул жакта чоң мамлекет. Даже көрші Қытайдың өзін қарасаң, тура біздікіндегі жер, бірақ қанша адам бар. Там уже за 2 миллиардтан асып кетті ма? 3 миллиардқа жуықтап отыр ма? Бірдеңе ғой, ол жақ масқара ғой. Дагы бир баамдаган нерсем, ошол биригип, мындай жакындаган сайын ортобузду бузгусу келгендер дагы пайда болгондой сезилет. Сиздер Әрине. Ол бір құмалақ, бір қарымайда шіртет дейді ғой. Ондайлар да бар. Оны интернетте көресің ғой көбісін. Негізі интернетте осы уақытқа дейін енді Қырғызстанға келмей тұрған кезде айтады ғой, интернетте бәсекелестік өте көп болғаннан кейін адам миында енді көбісін деп айта алмаймын, халықтарда енді болып қалғанда білен осындай адам ғой деген сияқты қылып, негізі ол айтады ғой, жаңа сен айтып едің ғой, жаман халық болмайды, жаман адам болады деген сияқты депші. Сол на жизнь обиженный адамдар ғой. Обычно ондай жазатын, который ортада біреу жетістікке жетсе, көре алмай. Мысалға даже бір қызық жағдай болды ғой. Біз бір видео салдық қой тоже. Сөйтіп, енді бір қырғыз қазақтың достығы жайлы салып отырық қой, съемка бітті деп байкелермен рахмет деп отсақ, комментарийлардың бәрі күшті да. Керемет, молодцы деп екі жақтың туын қосып жіберіп, күшті бір комментарий тұр, шаңыраққа қараңдар деген ше. Вообще андай да, зачем да болса мысалға, потому что бүкіл там 500 комментарий күшті, бір комментарий болады по-любому ше. Шаңыраққа қараңдар деген ше, бір братан табылады, диванда жатып, жұмыстан шаршап кеп примерно. Шаңыраққа қарап жүрдір дейді ше. Көріп отырып, аяғына жазам деп, бұл жаққа жазам. Сондай сияқты ғой ол. Мысалы, мен өз тарапымнан, мысалы, жаңа досымыз Нұрысбайге Алматыға келген кезде мен достарымның қалай қарсы алғанын көрдім да. Мен достарым, Нұрысбай, қош келдіңіз. Тек андай бүйтіп, сол кісінің жағдайын жасап ше. Біз, міне, Бішкекке келіп жатырық, бізге де тура сондай внимание болып жатыр да. Келіңіздер, отырыңыздар, не жейсіздер, ішіңіздер, жеңіздер, мынандай. Осы жерде бір зат қосқым келеді да. Байкемен шығарып тастап жатыр. Байке айтады маған, досым қатты күтіп жүріңдер дейді. Енді қойшы досым, жай ғой дейсің. Мен сені одан да қатты күтіп жүремін. Жақсы жағымен салыстырып жатыр да. Мен оған айттым да, типа, мықты қуанып отырмын да, ішкі дүнием қуанып, Байке келеміз, осылай деп, жолымыз түседі, обязательно деп, осылай деп. Жолымыз түсіп, негізі жаңа спен сапармен де келдік, қыдырып та келдік деген сияқты ғой. Бәріне үлгеріп жатырық қой. Негізі бұл илгертен келген бұл нәрсечи маданият адамдары эки элди бириктирип, бизде мисалы үчүн казак кыргызда бул дүйнөдө жок нерсе, акындарыбыз бар. Акындарыбыз бири-бири менен жыраулар, элдерди бириктирчү да. Бир залда казакта кыргызда отуруп, анан казак кыргызга балет этип, кыргыз казакка балет этип, анан сиздердин деле ишиңиз бул өнөр, маданият да. Сиздер өзүңүздөрдө мындай желкеңиздерде миссияны сезесиздерби? Бул ушул кино аркылуу элдерди бириктирсек деген глобальный идея деген бар. Қазіргі таңда сол біздің проекттің, бұйырса алдағы уақытта болатын проекттің
кызыгы да кыйындыгы да сол болуп тур. Здесь граница бар. Четкая граница. Либо этот фильм кинонун кудурети деген, өнөрдүн кудурети деген маскара го, медианын қазіргі күшүмен эки элди де ренжитпей, эки элдин де көңүлүнө тиймей, оны башкача трактовать этип жибермейтиндей, потому что сен даже жакшы ниетпен жасаган нерсени башкача трактовка жасоо мүмкүн. Контекст. Поэтому сондай нерсеге жибермей адемлеп, бирок в то же время өзүбүздүн бир лептамызды косуп, жаңағы фильмде именно сол стычкаларды проблеманы проблема деп карасаң, ол проблема болот. Сен оған проблема емес деп қарасаң, ол проблема болмай қалады. Сол себепті жаңағы тау бүздігі деген темалардың бәрін андай қылып бір жеңіл бергім кеп тұр да. Жеңіл формада, что это на самом деле даже классно деп ше. Что такие споры, они должны быть. Это бір андай ғой, арты бір конфликт порождать ететін спорлар емес. Это просто андай бір екі ағайынды ұрсып қалады ғой, машинка менікі жоқ сенікі деген сияқты бір жеңіл спор қылып көрсеткім келеді да, андай бір что на самом деле ол бір жаңағы түрік елде көп айтады ғой, біз туркпыз, біз бәріміз, мысалы Ердоған сөйлегендерін тасаң да атамыз бір, атамыз бір деп, сол нәрсені бәріміз ұмытпау керек. Дініміз бір, атамыз бір, поэтому бізді бөліп жаратындай емес та. Бирок кино индустрияны алып келген болсок, мисалы Кыргызстанда акыркы фильмдер Казакстанда аябай көп кассовый сборлорду чогултат. Казактардын кинолору Бишкекте дагы кассовый сборлор жакшы чогултуп келатат. Бул акыркы 2 жылда эле өнүгүп кетти да. Эгерде алып келген болсок, казак киноиндустриясы эми түшүнүктүү техника жагынан, бөлөк жагынан бир эле алдыда. Бирок актёрский оюн жагынан, идея жагынан алып келген болсок, кандай даражада экен Кыргызстан киносу? Жок, ол жагынан келетін болсак, мен өзүм айтам, мен Чыңгыз Айтматовду бир 9 класска чейин казак экен деп билдим. Себеби Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окуйсуң го. Окуган кезде ауыл, айыл, осындай Ильяс, Әсел персонаждар. Арманым мен, Әселім мен, Кызыл Орамал Чынарым чыгарма. Сол окуйсуң, ол менин эң алгачкы рөлүм сонда. Сол Чыңгыз Айтматов маған өте ыстык. Мен сол кісіні бұрын оқығанда да мен қазақ екен деп ойлайтым да, кейін Шыңғыс Айтматов былай қарасаң қазаққа да ұқсайды ғой аты, Шыңғыс Айтматов. Шыңғыс деген ат бізде көп, мысалы кейін бұл кісі қырғыз екен ғой деп танып біліп жатырық та. И мысалы театрлармен, мен кезінде театрда істеп жүрген кезде, мысалы мен көп елдердің театрларын қарайтын, сіздерде де мысалы осы Бишкектегі театр өте, мысалы сіздерде осы Жұлдыз Байке, мысалы актерлармен танысып жатырық. Өте чон мықты актерлар, школасы мықты. Сіздерде СССР кезінде де өте, мысалға өзіміздің Азиз ағамыздың әкесі, мысалы Бишенәлиев, мысалы сұмдық кісілер, ол өте мықты. Біздің ұстазымыз, мысалға Тұңғышбай Жаманқұлов КСРО кезінде народный артист, Қазақстан народный артист, ол кісі сол кезден біледі ғой. Мысалы бізге айтып отырады, Қырғызстанда менің досым бар, мынандай байке, сұмдық актер ретінде. И мен осы жол өзім келіп көз жеткіздім. Мысалы актерлар, актрисалардың играларын қарадым да, и в принципе разница жоқ по игре, потому что ментал кеп тұр ғой. Если мен мексиканцпен ойнасам, айтар едім, да, он прям горячий, у них жестикуляция другая, вот это вот басқаша деп ше. Қытаймен ойнасам айтар едім, кәріспен ойнасам, кстати, кәрістермен Кореян фильміне түстім. Осы жақында Қазақстанда түсірді сол жақта. Вот оларды айта аламын, что они другие деп. У них эмоции другие, глаза другие, оценкалары басқаша. А бізде разница жоқ ол жағынан. Бізде бәрі бірдей, бешбармақты да бірдей алып жейміз, атқа бірдей шабамыз, бәрі бірдей да. И соответственно ойын жағынан да андай бір айрықша бір ментальный разница қатты көрінбейді. Қарапайым қазіргі киноларда мысалы енді қатты айырып біле алмайсың да, қазақтікі, қырғыздікі. Мысалы Пейіш деген енді басында енді Қырғызстан түсіргеннен кейін байқадым, одан нелегалды Қырғызстан түсіргенін білмедім негізі.
нелегал Актері қазақ болса, Иә, сондай Актер мысалы да? түсінбей қалуы мүмкін. Түсінбей қалуы мүмкін, бірақ былай қарап отырсам бәрі бірдей да. Оны бөліп шығарып айта алмаймын, Андай- что кім жақсы кім мықты екені сияқты. Андай нәрсе ғой, жаңа айтқандай, то что басқа ұлттармен салыстырғанда бәрібір мысалға даже Өзбекстанмен салыстырғанда өзбек акайлар мысалы олар андай да больше манерный ғой. Олар сіз сөйлегендері, манерный, билері де басқаша, байқайсыз ба? Бие де, әндері де сәл басқаша. Кішкене мотиві басқа. Біздің сіздерде ыр дейді ғой, сіздердің ырмен біздің жырларды қарасаңыз ұқсайды ғой тоже. Кеп тұрады. Созуды. Темпта келеді. кейбір жерде топорный. Да, Иә. қатты келеді да в этом плане. Өнерде сол үшін мен андай кәдімгідей бөліп жара алмайсың. Мысалы, Қырғызстанның көп әндерін қазіргі таңда современностьті алсаң, Қырғызстан көп әндерін Қазақстанға келіп переводтап айтады, все хит өтіп кетеді. Сөздері де ұқсас. Иә, мысалға көп ән ауысып жатыр ғой, былай да былай кетіп жатыр әндер. Мен мысалға өзім жақында маған жаңалық болған, Музарттың айтатын Таң сыры деген әні бар. Музарт группасы. Иә, оказывается ол қырғыздың әні екен. Мен оны білген жоқпын, мысалы, маған достарым келіп осында ардап беріп жатыр, бұл негізі қырғызша ғой дейді. Қойшы деймін, орындап берші, қырғызша версиясын дейді. Да ладно, мен честно білген жоқпын деймін ғой. Өз негізі сондай ғой, қазақша қырғыздарға қызықтырақ ұғылады, қазақтарға қырғыз тілі қызықтырақ ұғылады. Негізі театр актері қатары, мысалы, жаңа айтпадым ба, көпчүлүк актерлор азыр блогингтен келіп атат, КВНнен келіп атат, анан мындай илим албай эле келип атат да. Сиз мындай сырттан карап аз байкай аласызбы? Мунун актерский илими бар экен, же болбосо жок, бул сырттан келип деп. Жоқ, оны байқауға болады, әрине, терминологиядан біліп қоясың ғой. Сүйлөгөн сөздөрүнөн. Иә, потому что бізде андай бар ғой, мысалға, кеттік читкаға отырайық, давайте прогоним, мысалға, бір определенный өзі бір термин сөздер бар. Кинонун ичинде өзү. Театрда кино, бірақ я не могу отрицать тот факт, то, что есть талант. Талант деген нәрсе бар, мысалға, ол адам оқымаған болуы мүмкін. Мысалға, түсе алмай қалды кезінде, или там жұмыс істеді ол уақытта, әртүрлі нәрсе болды, бірақ у него жилкасында ойнап тұр талант. И он может оқыған актердан лучше играть. Это да, это факт. Я не скажу про блогеров, например. Они все могут сосуществовать. Есть фильмы для блогеров, есть фильмы, например, да? Есть фильмы драматические, есть фильмы психологические. Мысалға, енді бәрі бірге жүресін, одно другому не мешает. У каждого есть свой зритель, бірақ я считаю, что оқыған дұрыс. Потому что Қазақстанда жылына 700 дипломированный актер шығады. Плюс-минус. Это Жүргенов колледжі бар, академиясы бар, Елебеков, эстрадно-цирковой, Шабыт, Түркістан, Тұран. Это бір каждый 100 актердан шығарады. Проф. 4 жыл оқыған. Они 4 жыл там оставляли, вижу, кровь и пот в этой сцене. И я только одно прошу, чтобы люди не говорили: ой, я это могу сыграть. Фигня же быть актером, что там деген. Снимайтесь, пожалуйста. Түсіңіздер. Но не принижайте профессию. Это может вам казаться легко, потому что вы на берегу играете. Поверхностно на это смотрите. Главное, ой, я красивый в кадре, я встал, все, я хорошо играю. Это не так работает. Мы Чехова, Достоевского всех читали. Я хочу просто, чтобы все веріңіздер, ради бога. Оқыдыңыз, оқымадыңыз, разница жоқ. Но относитесь к этому серьезно. То, что мен лично 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратура не просто так учился. Там глубже қаза берсең, айсберг кете береді, төмен қарай, подводных камней, их очень много. Ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыктары бар. Мысалға, салонда сондай ғой. Енді бүйтіп айту дұрыс емес та. Актер оңай ғой, там что встал, сказал текст и все.
Ошол эле кезде сиздер жаңы жанрдын, бул Орто Азия үчүнбү же казак кыргыз үчүн жаңы жанр хоррордун мындай ачып бериңиздер, бөлөкчө кылып ачып бериңиздер. Салт деп айтып өттүңүз. Дастурду Кыргызстанга алып келгенден кийин бизде дагы бир жылда 2-3 ошондой фильм чыгат. Кара дуба дейт, Ифрит дейт, ужастик. Сиздерди ал эми албетте сиздин чоң эмгегиңиз жатат ал жерде. Ошол ишендирип ойногонуңуз үчүн анан ошол кино көркүнө чыккан да. Мага кызык да, сиз баягы мындан мурунку коногубуз Казакстандан Жахан байке Нактага келгенде нелегалдагы мен ойногон ролүм жашоомдогудай окшош, идентично дейт да. Сизде мисалы үчүн жашоодо ошол менен байланыштуу, мындай дастур менен байланыштуу бир окуялар болду беле? Дастурге кызык болгону, мен 1 ай кастинг өткөм. Барам, все дейт да, потом снова шакырат, потом снова 1 ай жүрүп утверждение алдым. И эң кызыгы, мен өзүм өтө коркам ондай историялардан. Мен тыңдай алмайм даже. Кетип калам, бирөө сондай окуйга айтып атса, мен болду рахмет, мен тыңдамайм. Коркам деп качып кетем. Өмүр сондай го, сен корккан нерсеге алып келеди го. Мен коркам деген нерсеге рөлгө өтем, и мне пришлось сону зерттөөгө. Зерттеп, карап, Каблукова бизде психбольница бар. Соякты зерттеп. И эң кызыгы, биз фильмди түшүрүп болгондон кийин мен өмүрүмдө бир жет бастырылып калдым. Мен өзүм коркуп жүрдүм, негизи сезип жүрдүм. Это же провокация в открытом виде. Зовёшь. Я зову его, призываю, можно сказать, да? Начинаешь, и ты вот невольно ты их видео смотришь, ты же должен интонацию понять. Калай сүйлөйт, кандай дауыс чыгат, калай болот. Түнү менен видеолор карайсың, дайындаласың. Я психологически өзүң уже желинип кетесиң да. И вот это эң соңгу противостояние сахнасын соңгу биз 4 күн түсүрдүк. На 4-й день я уже андай вот истощенный, потому что и биз түсүрүп аткан кезде погода күчтүү болуп турган. Соңгу 4 күн боран, найзагай. Я говорю, нам мешают, видите, не надо было снимать, говорю. Бизге бермей атыр. Площадкада болгон жагдайды Ермекке жана площадка айтып едим, барып көрүнгө дастур түсүрүп аткан кезде келе салып, сенин ролуң кандай, осундай деп айтып берип аткан кезде площадканын көрдүм да, калай түсүрүп жатканын. Саат түскө 2 ғой, жарык, ыстык күн. Это Ермектин түсөтүн кезге калып шакырат. Арттан барып көрейинчи дейм, калай түшкөнүңүз. Ан жердеги атмосфера дала жарык, бирок үстүндөгү атмосферанын өзү коркунучтуу да. Шын ночь кылып тастаган го уже. Караңгылык, ана көзбен, шынайылык көзбен көргөн кезде аурасы берип турат да. Мен сол площадкадан сездим да. Өтө бир жагынан актерлорго да кыйын болуп атат, кәдимги күчтүү тажрыйбе алып атат, кыйын да күчтүү түсүп атат. Экинчиден фильм болошогу бар экенин билип турдум да, сезип тургам. Сол кезде Ермекке келип айткам, досум, осылай эми эң мыкты ролду алдыңыздар деп. Негизи андай фильмдерде тартылып атканда же тартылгандан кийин көп историялар бар го. Бул жарымы чын, жарым жалган болушу мүмкүн. Бул мистика да все равно. Өзүңүз айткандай, форточку открываешь. Анан сиздин жашооңузда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп, сиз вникать этип, бөлөкчө көз караш менен карап калган учур болдубу? Мага әсер эткени сол съемка бетти, 4 күндөн кийин уже өстүп үйдө уктайын деп жатырмын. Сөйтүп жатырмын, что-то жанбеним уктап аткан. Что-то эсиктин ачылганын сездим. Карап турум. И вот кол кирди. Жай итерилди, и главное отурум. И козголомойм го, жатырмын, козголомойм. И көрүп турум. И инимдин аты Санжар. Санжар, зачем? Дауыс шықпай. Түсінбей. И я понял, что басып. И калиманы айтайын десем тил келмейді ғой. Айта алмаймын. И смотрю, бір кезде бас кірді. Мындай аппақ гейшалардың бір римский кезде бір маскалар болады ғой, ағаштан. Белый. Сондай маска, көз.
и все тело в волосах, и волосы вот так алдыға түсіп тұрады. Кірді, қарады, басы дәу екен деймін, примерно осындай. Что-то смотрит, сөйлей алмайтын, что-то глаза закрыл, открыл, нету. А думаю, все, может, встану, я әлі тұра алмаймын, и что-то бетімнің алдынан шығады ғой. И бір моментте кәлима тілге келіп қалады. Айтып жіберемін. Сонымен оянам, и уже все, дальше ұйықтай алмайсың. Сөйтіп 2 күн бойы ұйықтамай қойдым. Это вот бірінші рет басталып, вообще ұйықтай алмай қайтып ұйықтауға қорқып ша. Кино тартылып бүткөн. Біткен еді 3-4 күн болған. И сразу мешітке барып, имамға жолығып, осылай болыватыр деп, бір құран оқытып, садақа беріп, бәрін жасап, не бар, бәрін жасап, сөйтіп енді көріңізші, может, проверьте деп. Бирок интернетте Дастур 2 чыгат деген кээ жазууларды көрүп калам. Негизи ой барбы сизде ал жакка чыкты? Дастур 2 шығып кетті уже. Шықты. Шығып көрсетіп қойды. Дастур 2-де мен жоқпын. Это продолжение емес, это новая история болды. Ол жерде режиссер бәрі басқа. Продакшн сол, бірақ режиссер басқа, оқиға басқа, сол себепті. Дастур 2 ол шығып, бізде прокатта уже бітіп кетті. Мүмкін алдағы уақытта келіп қалатар. Сизди ал жакка сунуштап чакырдыбы же чакырган жокпу? Жоқ, ол бастан келісілді, басқа сценарий болады деп. Мен өзім олармен келістім, себебі любой нәрсені тәтті кезінде қоя салған дұрыс та. Бирок сизди таанылткан, сизди мындай чоң эл аралык деңгээлге чыгарган ошол фильм. Иә. Менің карьерама да бір үлкен толчок берген сол фильм болды. Көп айтат го, мисалы негативдүү, мындай позитивдүү актер болгондон көрө, негативдүү болгон кыйыныраак, ойнош кыйын, аны ишендириш кыйын деп, ошол чынбы? Негізі әр жанр өзінше қызық қой, мысалы комедияда ол сатира өте қиын жанр, мелодрама, драма, бірақ менің өзіме бірақ осы именно психологический фильмдер қатты ұнайды. Мысалы қазірде міне шашым жоқ, бұл алдағы уақытта түсірілетін. Дәл қазір мен бір фильмде пограничникті ойнап жатырмын. Бірақ осынан бір 6 күннен кейін бұл фильм бітеді, келесісі басталады. Ол жерде өте қиын сценарий, сәл ауытқу бар, сондай баланы ойнаймын, ерекше баланы. Және ол бала өте қиын условияға түседі. Сол себепті маған сондай фильмдер ұнайды, сондай рөлдер ұнайды. Ойланатын, анау көп нәрсе жасауға болатын, біз актерлар өз қиялы адамыз ғой, маған ұнайды. Мысалы балконға шығып, сол рөлді зерттеп, түнде дворға шығып ойланып, андай бір музыканы қосып алып, машинамен просто ұзақ жол жүріп кетіп, жол бойы ойланып барып, сондай бір ізденіс процесстер ұнайды. Андай негизи бар го, мындай кино тарткан адам, режиссер дагы ойлонуп, сценарист менен необычный сценарийлер болот го, мындай ойлонуп отуруп. Мен мисалы үчүн андай фильмдерден, мен кайталап көргөн фильмдерден бул Слоун да. Биринчи рет көрөсүң, түшүнбөйсүң, этегинде түшүнөсүң, надо пересмотреть, оказывается. Честейн ойнайды, по-моему, Джессика. Очень сильная. Мысалы, сол актрисаның тоже «Материнский инстинкт» деген фильмі бар ғой. Маған қатты ұнайды тоже сол фильм. Прям өте жақсы алып шыққан. Негизи өзүңүзгө мындай мисал кылып, өзүңүз кумир дейбизби, мындай равняться эткен актерлор бар. Мен Аль Пачинонун прям фанатымын, өте қатты. Ол «Крестный отец» болсын, жаңағы «Адвокат дьявола», «Монолога». Да, дейтін. На тебе яблоко, но не ешь. Прям мимика, лицо шикарный ғой. Так сыграть дьявола, то, что внешне ты человек, только глазами дать понять, что он в тебе. Это... Я не знаю, мен таңғалам, олар не жейді деп ше, не ішеді олар. Прям потому что, здесь только одно оправдание. Я думаю, оларда подготовительный период сәл басқаша жүреді.
Бізде обычно рольге бір 2 апта қалғанда съемкаға роліңді аласың ғой. У тебя 2 недели подготовиться, все сделать. А оларда за год айтылады. Они за год контракт. Ол 1 жыл бойы азу керек болса азат, толу керек болса толат. Сол рольға дайындалады, шашын бәрін келтіреді, ойланады. Сөйтіп кіріседі, потом они біз сияқты 1 айда түсіп тастамайды. 6 ай, 8 ай, асықпай, по одной сцене, 1 сахнаны 5 күн түсіреді. Я даже слышал, насколько правда, не знаю, Хоакин Феникс. Джокер түсірген кезде. Он говорит, что-то одну сцену сыграл, у него не получилось. И он просто сейчас где-то ушел с площадки. Его ждали, он не пришел. И так его месяц ждали. Без звонка, без всяких Щас связей. деген кетіп ой. қалған. И просто каждый день команда, говорит, собирается, камеру вытаскиваем, ждем, говорит, придет, не придет. И через месяц, говорит, пришел, я готов, поехали. Ты сен қазір сөйтіп істеп көр, тебя сотта жібереді ғой. Проект басталды, сен қайда жүрсің? Мошенник. Мошенник потерялся, забрал гонорарды алып жоқ болып кетті. Негизи сиз мистика тууралуу сүйлөшүп кеттик. Бул сизге да тиешелүү суроо болушу мүмкүн. Андан тышкары Голливуддун актерлорун айтканыңызды айттыңыз го. Эмне дейт булар ушинтип ойнойт депчи. Бизде ошол жактан менин тааныштарым бар да, ошол жактан келген, Голливудду көрүп ичине. Алар айтат да, кадимкидей аларда мындай фильмге түшкөн актерлор, кырчылар эме договор с дьяволом подписывают деген ошондой нерсе уккансызбы өзү? Мүмкүн Бұл бул? тема маған өте қызық негізі. Қазір жаңағы дьявол, масон темалары ғой. Оларды мен өте, не скажу, что ол бағытта прям бәрін білем деп, бірақ ұйықтар алдында көретін видеолар ғой андай. Кто правит миром деген видео бүйтіп қарап отыратын. Мүмкін. Ондайлар да бар деп ойлаймын негізі. Енді қазір біз лично не застали, но Бірақ интернетке сенсең, былай өзім де былай ойлаймын, потому что қазір фильмдарға қарасаң, знаки реально бар ғой. Где-то это вообще открыто говорят. Сейчас начали фильмы снимать про это. Уже открыто боло баштады. Я иду открыто искать бар. деген фильмнің екінші частын көрсеңіз, начало. Менде 10 минутын көрдім, потом дальше бір себептерін көре алмай қалдым. Бірақ фильмнің басында маған өтіп кеткен бір шал отырады. Отырады. Телевизорда новости, война. Шал отырады. Все, пусть помирятся, дейді. Срочные новости. Страны, да-да-да-да-да, подписали согласие. Видишь, а этот шал кто? Это королевский семья ғой? Все, прекращайте. И мемлекеттермен управлять етіп отыр да бір адам. Мурун 25-чи кадр болсо, азыр уже ачыкка чыгып калды. Одан да бөлек даже қазіргі атақты әншілерде көргенмін осы. Сол типа психологический давление осында жоқ болып кетеді. Активно өмір сүріп атады да, какой-то моментке жоқ болып кетеді, соңынан шығады. Осындай бар негізі деп открыто айтып тастайтындар да. Ну, аны Стромауын қарасаң. Стромау, Моргенштерн, например. Моргенштерн да өзі ашық айтқан. Что осында мен енді деп, қазіргі моментте ол қазір қарасам бір басқа адам сияқты да. До этого қандай адам болды. Реально андай қатты өзгеріп кетеді. Қатты өзгеріп кетті. И ол что бы ни делали, это прям вот культовый болып кете береді. Қандай сөйлесе болды, хит деді ғой. Былай айтқанда, қандай ән шығарса хит, бүкіл СНГ-ның бәрі соны тыңдайтын. Қай жаққа машина өтіп баратса соны ойлаймын да. Кәдімгі эрасы болған сияқты болды, на самом деле соңында уже мойындады. Одан кейін сенесің да? Bundan 2 жыл мурун ошол киши, ошол ичинен билген айткан киши айтат да, Эпштейн боюнча айтып берген. Ал кезде мен уккам, ушундай сиздер менен сүйлөшүп отуруп уктум да. Ну, из-за любезности, да. Чокнулся. Как такое может, как можно детей есть? Деген да. А бүгүн бүт дүйнө аны ачык обсуждают, это факт уже, все признали, да. Анан ошондой суроо жаралды да, балким бул деле чын депчи. Даже есть такая теория, то что бала қатты қорыққанда, кажется, ол өзі бір мида бір жерге, короче, какой-то адреналин бар, тастайды екен ғой.
Не знаю точно, маған біреу түсіндірген, просто я забыл уже. И оказывается, ол нәрсе это сыворотка молодости болады екен. Охота именно за этим адреналином, да? Баланы еще именно қорқытып өлтіру керек екен, да? Чтобы он вот этот адреналин выбросил. Сондай бар екен. Это тоже как теория. И маған бір кісі айтқан, қазақтың генетикасы дейді да, вот жылқы жейтін ұлттар мысалы, қазақ, қырғыз. Почему они сильные дейді да, физически? Например, бүйтіп алып қарасаң, қазақ, қырғызда любой жігіт намысына тисе, ол жігіт тұрып, бір ұрса, өзін бір ұра алады. У нас, такой менталитет. Любой жігіт. Жылқы мінез. Ал басқа елдерде, мысалға, спортқа деген икемділік ондай жоқ, что прям народта распространенный ше. Спортсмены есть, но бәрі, каждый второй. И сөйтсе, оказывается, жылқы тоже адреналин лақтырады екен. Таза тамақтанады, еще соның алдында ол адреналин денесіне лақтырады. Ең көп лақтыратын жануардың бірі екен. Етіне өзінің. Мен бұл сұрауны неге бердім? Сіздерде дағы ошондой, мысалы, эме бар да, мечта, арзу, планка бар, мысалы, Оскар алам деген. Согласились бы дейсіз ба? Какая планка? Через чего вы не перешагнули бы деген сұрау да? Нет, точно я бы не подписал бы. Не подписал бы, но андай ғой, Қазақстанда бәрін алып тастапты, қазір қарап тұрсам. Олимпиада бар, Грэмми бар, Нобелевский бар, Оскара нет. Оскара нет до сих пор. И, конечно, бір ішімде бір андай түйсікте бір арман бар да. А кто его знает? Кім алады екен? Может, сен бірінші актер боласың, который хотя бы номинировался, ты там сидишь, бүйтіп экран төртке бөлініп, претенденттарды көрсетіп отырсаң, здесь Ди Каприо, Джонни Депп, и там Аль Пачино. Ladies and gentlemen, деп уайымдап отырсаң дейді. Может, отып кетемін деп Ди Каприодан. Хочется это ощутить, конечно, но не такой ценой. Армандау тегін, негізі. Армандау тегін, бәрі болады. Түйсіктің бәрі мидағы, а так қолдан келеді. Негізі сен ондай болатын болсын. Сен жазатын сияқтысың ше. Сен кішкене өзі бизнесқа жақын адамсың ғой. Негізі бәрі ойлайды ғой. Мен досым да куә. Негізі айттым, продюсерлікке жалпы келген кезде ойым андай ақша табу мәселесі. Негізі кино қазір былай қарап отырсаң бизнесқа да айналып баратыр да. Чоң бизнес. Үлкен бизнесқа айналып баратыр. Ақша салады, үлкен ақша шығарады деген сияқты. Енді ақша бәріне жақсы ғой, ол қай адамға нетпесең ақша бәріне керемет. Бірақ менің ойым жалпы жаңағы біріншіден өзімді арманым, екіншіден бір ниет із қалдыруға халыққа деген өзімнің болашақ ұрпаққа бір жақсы бір із қалдырған деген себеп қой жалпы сондай идеямен келіп жатқан енді болашақта өсіреміз, асырамыз. Бірақ Оскардың ақырғы номинанттары көрсек, Грэмми ғой анша емес, Евровиденияларды көрсең, бар ошол какой-то бал, маскарад, шоқ-шоғын нәрселер Оскарды алып жатыр. Вообще Оскар это коммерция ғой. Оскар это в первую очередь коммерция, потому что они еще смотрят свой фильм кассасына да қарайды. Кассовый сбор қандай болды. В этом плане Каннский фестиваль мықты. Олар әлі күнге ұстап тұр планкада. Каннский фестиваль, Венецианский, Берлинский деген фестивальдерді отсаң, это, наверное, даже именно среди киношников это даже выше Оскара болатын шығар. Потому что олар фильмнің кассасына, популярностьына қарамайды. Они смотрят реально на игру и на этот фильмнің өзі содержаниясы қандай. Не айтқысы келді. Менде қызық, бізде деле ошондой кинолар чыга баштады, буюрса. Биздин өзүбүздүн казак, кыргыз, өзбек калк аз эмес да, биз өзүбүздү аз сезгенибизби, бирок күндөлүк деңгээлде биз территориябыз деле чоң, калкыбыз деле Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн да фестиваль, кинофестивалдарды уюштуруп, өзүбүздүн менталитетке жараша актерлор оценивать этип, призовой фонд кылсак, мындай нерсе мүмкүнбү? Өтө күчтүү. Мен осында достарыма да Кыргызстандагы сундум. Нурсбайкеге де айткам.
обмен опытым для начала жасап көрейік. Мен Қазақстаннан бір мысалға мықты 2 режиссер, 3 актер, 2 продюсер, 2 сценарист алып келейін. Қырғызстанда үлкен бір помещение алайық. Сөйтейік та, как семинар, как мастер-класс өткізейік. Актерлар актерскийға барады, былай барады, и 1 апта мастер-класс. Классно же. И потом Қырғызстаннан Алматыға алып келейік. Тоже мастер-класс. Потом давай это развитие етіп, жаңа сіз айтқанға да баруға болады да. Бірақ ондай фестивальдер бар негізі. Сіз именно осы түркіні айтып жатсыз ғой. Ондайлар да бар негізі. Бірақ жаңаша форматта басқаша қылып ашып көруге болады. Бұл жерде тоже бірақ андай ғой. Интереске қою үшін просто фестиваль емес, это как будто где-то субсидия керек сияқты. То, что мысалға есть много талантливый молодежь бар, у которых нет денег. Например, сен отборочно 100 фильмға бюджет берсең. Небольшой, но для коротыша, например, короткий метр, 15 минут хрон. Бер, 100 фильм өзара талассын, 1000 сценарий келді, сен 100-не бер финансирование. 100 түсіреді, алып келеді, солардың арасында фестиваль. Просто сен біреуге айта алмайсың, давайте фестиваль. Какой фестиваль? Никто еще не знает даже его, неинтересно никому. И сен даже потом айтсаң, например, ты какой фестиваль выиграл? Вот такой. Это ни о чем не говорит. Ты өзің пока орны жоқ, новый фестиваль. Поэтому сен как будто новый ондай кинофестиваль ашу үшін сен оның финансированиемен ашу керек сияқтысың. Сіз айтқан фестивальдар бар екен, бірақ бары политизированный, мындай мемлекеттер тарабынан қолданылған, бірақ мындай ел қолдаған мындай эме жоқ та, мындай отдушина жоқ та. Негізі бірақ шығады. Бірақ андай бар. Шоу керек ол, негізі жалпы кинофестиваль. Просто халыққа білмеймін, насколько будет зрителю интересен фестивальный фильм. Авторское кино. Негізі ақырғы учурда, мысалы, технология смарт жашоо деп айтпадық, бат өнүгүп атат. Мисалы үчүн азыркы өзүбүздүн энелерибиз менен деле тил табыш кыйын болуп баратат. Алар сүйлөшкөнү жакшы көрбөйт. Сүйлөшкөндү жакшы көрбөгөн адамдардан кандай актер чыгат деген да кызык да, мисалы. Вообще актер адам бір қызық ситуация бар ғой, Высоцкий мен Никита Михалковтың. Никита Михалков жастау, Высоцкий ол кезде уже дүркіреп тұрған кезде, сол кезде Никита Михалков 2-ші этажы, Высоцкий 3-те тұрады екен. Соң Никита Михалков келген дейді, оны айтып бератам, Высоцкийдің жанында жатқан актер тағы бір. Никита Михалков келді дейді, Высоцкийға: есть у вас соль? Да, есть. Алты. Кстати, можно я историю расскажу? Короче, было так, но вот так. Да, все, классно заобщался с Высоцким, Никита Михалков. Ладно, все. Рахмет ушел. И бір кезде Высоцкий сидит. Вот талантливая собака. Все наврал, а так интересно. Поэтому актер он всегда должен быть в общении, он должен быть интересный. Мастеріміз айтатын, актер это тек актерскиймен ауырмау керек дейді. Он должен всем увлекаться. Всесторонний. Футбол, бокс, пение, кітап, не бар, бәріне қызығу керек. Даже вот увидел стакан, а как его готовят? Бәріне он должен быть. Актерами становится, мне кажется, вот именно андай. Кішкентай кезде пысық балалар болады, да, вот все ему интересно потрогать, надо посмотреть, ага. А это как работает, он должен увлекаться всем, вот всем. Ему должно быть интересно. Тоболдун 24-чү запасной игрогун атын билиш керек. Ага. Андай бір өзі бір адамның интересі болу керек сияқты әр нәрсеге ше. Сол кезде ол әр түрлі рольдарды ол пластичный болу керек та, как пластилин. С него что тык-тык-тык-тык жасап шығару үшін әр персонаж. А что пластичный болу үшін, например, саған автослесарьный роль келсе, сен должен же знать, как это работает. Сағамса тоже, например, сен Шыңғыс Айтматовтың жас кезін ойнап атсаң, а сен наянында дым интеллект болмаса, сен даже оның шығармаларын білмесең, как ты его сыграешь? Да, ты будешь похож на него, да, тебя оденут, как его, да, ты будешь стоять в кадре, и будет пустота в глазах. Да. Сен айтып тұрған сөзің түсінбейсің.
весь подтекст, который он туда ложился, ты не будешь понимать. Ты поверхностно ойнап шығасың, да? И зрители будут смотреть, вроде да, похоже, вроде играет, эмоции есть, да, слезы идут, но что-то не так. Ошол что-то не так. Мисалы үчүн азыр заман өзгөрүп, жасалма интеллект пайда болду. Жасалма интеллект бүгүнкү күндө ырчыларга кадимкидей конкуренцияны түзүп койду. Конкуренция, да. Конкуренция, Актерлорго кандай конкуренция бар? Маған бір режиссер айтып еді, я с ним согласен, по-моему, когда искусственный интеллект полный жаулаған кезде, останется только камерное кино. С очень маленькими бюджетами. Потому что ИИ-мен түсіру, это вообще же бюджет не требует. тегін. И те мынандай түсіретіндер для ценителей, они будут выбивать маленький бюджет, где-то находить и также снимать с актерами, бірақ кішкентай фильмдер түсіреді да андай камерный, где-то психологические драмы вот такие. Мне кажется, на этом уровне қалып қоятын сияқты. Адамдарда азыр мисалы үчүн кино көргөнү деле убактысы как будто мындай рилсовый формат мышление болуп калбадыбы? 2 саат кинону көрүп усидчивость тарбиялаш кыйын. Ал мисалы үчүн режиссерго деле кыйын, сценаристке деле кыйын, актерго тем более кыйын. Адамды көрүүчүнү 2 саат өзүңө мындай внимание бурдуруш үчүн не жаңы ыкманы колдонуп атасыздар? Жаңалық қолдана алмайсың. Қазір вообще вниманиені ұстап қалу деген өте қиын ғой. Медиаполе забито всяким. Қазір адамның миы бір 10 минутта әртүрлі направлениядағы бір 50-100 рилсті просто қарай салады да. Просто отырып еще даже бізде қазір, я честно скажу, анау бүйтіп сәл телефон загрузка болып қалса шыдамаймыз ғой. Начинается. 2 секунд. жоғары төмен. Бір жағынан И искусство. ол андай ғой, мне кажется, сейчас халықта, по крайней мере, сейчас искренностьпен жаңағындай шындықпен деді ғой, сонымен ұстап қалуға болатын сияқты. Эмоция жетпейт элеге. Эмоциямен ғана. Поэтому сейчас эмоциональный нәрселер іздейді. Қазір даже қарапайым адамдар ана искусственный интеллект шыққаннан кейін көп ойланғысы да келмейді ғой. Даже қарапайым сообщение жазу. Біреуге бір поздравь маму деген сияқты да. Чат GPT-ге айта салады, текст жазып бере салады. Енді содан кете береді. Бір жағынан қорқасың, бір жағынан қуанасың ба, білмейсің да. Қазір сондай колебанияда. Қалай айтсам енді кино жағынан. Бізде даже андай ғой. Мен өзім қазір, я не знаю, как чат GPT-сіз қалай өмір сүргеніміз. Я сейчас даже қандай дәрі ішу керектен чат GPT-ден сұрайсың ғой. Вот болит голова, цитрамон не помогает, что можно выпить? Біреулер лично имам кылып алган го. Лично имам кылат. Мен даже басымнан өткен айелім ана больницаға барады. Жаздықтады ғой врачтар. Соны чат GPT-ге салып тексертеді чат GPT арқылы. Дұрыс жазды ма? Миллиграмм дұрыс жазды ма? Қанша грамм ішу керек екен. И соның бір моменті так үлкен доза жазып қойған врач. Интернеттен қарасам врачқа барып көрсең, шынымен де үлкен доза жазып қойған. Қателесіп. Чат GPT соны түзетіп айтып бергенді. Бір жағынан да қуанасың айтты, бір жағынан да болашаққа қандай болады екен. Болашақ енді дамыған дұрыс қой. Қаншалықты дамыған ел, дамыған мемлекет болған. Алдында тоже, мысалы, наткнулся Инстаграмда. Мир теряет краски деген. Көрген шығарсың. Анда да жүрегім ауырып кетті менің. Все серый. Сейчас минимализм, грей, андай бір черно-белый жашу. Бұрында даже оранжевый сым да кие беретін ғой. Айтқанда оранжевый сым, қызыл, андай салатовый спортивка. Бұрынғы көрсеңіз папалардың киімде, қазір сондай. Қазір қайсың бәрі однотон, ақ қара. Қазір сыртта шыққан машиналардың өзі ақ қара. Үйде ремонт істедік қой, например. Серый. Вся серая, белая, такая аккуратная, натяжной потолок, бәрі андай да. Артық ештеңе салып. Ничего интересного, андай творческого, бәрі. Дизайнерский үйді қарасаң, жоқ мен мұнда тұра алмаймын. Или там сразу жаман жаққа тарды. Ой, деш. Керек та. Сейчас просто разноцветный вот это считается какой-то дизайн, да, интересно? Да. Сондай. Нетрадиционный какой-то. Или ұяласың, да? Бір
оранжевый сын кийип көр бир күн да. Оранжевый ворона Сиз бир күн 2 сааттан кийин чечип тастайсыз го. Сол сыяктуу да. Негизи эми жасалма интеллекттин деле плюстары сиздердин жумушуңуздарга кандай плюс бериш мүмкүн? Эч кандай плюс жок, он лишает нас работы. Скоро актеры станут не нужны. Бездушный конкурент. Ищем новую профессию, сол мугалим болсом ба деп ойлоп жүрмүн. Ар кетсе дене чыгып турат. Ну вот сондай қазіргі таңда именно биздин профессияда негизи көмөгү көп кой. Сейчас люди начали клипы снимать и монтировать, ән жазып атыр, сейчас под кино саундтректер жазып аткандар бар у нас. Именно ими, поэтому үлкен пайдасын тийгизип атыр, много денег экономит, время. Например, сен бұрынғыдай композитормен отырмайсың. Так, нет, понимаешь, здесь нужна вот такая нота, но он начинает искать, дай мне 3 дня деген нәрсе жоқ та. Сейчас просто ChatGPT точно жазасың, вот мне, короче, вот такая песня, вот примерно сценарий такой, выдай мне. Все, он тебе выдает. И поэтому негізі пайдалы ғой. Ну, просто именно актерларға, я считаю, оның бір ондай пайдасы жоқ. Но я пользуюсь им, когда, например, осы жолғы ролімді зерттеген кезде, например, представь, что у моего персонажа вот такой характер, ол қай синдромға жатады деп мысалға сұрайсың да, и он тебе выдает синдром О, и ты от этого отталкиваешься. Негизи эми ар жакта бар көрдүк, мистикадан баштап, казак, кыргыз, договор с дьяволомго чейин барып келдик. Эми кайра кайтсак, Токтогулга же болбосо Шымкентке, Кыргызстан менен Казакстанга кайтсак, сиздердин проектлериңиз боюнча сүйлөшкүм келет. Жумуш менен келдик, заодно деп атпайсызбы? Алдыда проектлер боюнча мындай кененирээк анонс кылып кетели да. Анонс буюрса проектте купуя конагыбыз болот, ол Ди Каприо деп. Калжыңдайм. Бул бир бана айтып кеткендей бир бизге өзүбүздүн бир дебютубуз болот. Буюрса қазір бәлі келіссөз ретинде болуп тур. Әлі переговор. Бірақ буюрса бәрі оңнан болып шешілсе, онда осы Кыргызстанда, Казакстанда совместно фильм түсіріледі. Ол фильмде біз осы Кыргыз-Казакка өте маңызды тақырыптар қозғалады. Бағанағыда айтқанда екі елдің бәсекелестігі, бір сондай бір қызық ментальный нәрселер бәрі соның ішінде болады. Жанры негізі драм-комедия с элементами спортивной драмы. Поэтому өте бір семейный фильм болады деп ойлаймын. Это не так, что там боғауыз сөзбен бір андай. Ондай емес. Мы хотим, чтобы это был такой бір адам киноға кіріп, сценарийін қарап, фильмді қарап, көз ала алмай, қызық болып оған. Еще шыққан кезде андай бір легкостьпен шықса деймін да. Өзіне бір сабақ алмай-ақ қойсын. Мы никого не хотим учить дейді. Оған бір ой салып, бір бүйтіп, что он хотел сказать деп ойланбай-ақ қойсын. Просто сыртқа шыққанда бір андай жүрегінде бір тыныштық болып. Хороший фильм, да? Блин, классно деп. Просто осындай-ақ. Примерно қашан шығып қалады? Эти бәрі оңнан болып осы сезонда үлгерсек, шығуы әлі белгісіз, бірақ мүмкін түсіруді август айларына үлгерсек күшті болады, үлгермесек онда келесі жылға қалады. Пока белгісіз болып тұр, бірақ алдағы уақытта бәрі енді өзімізге байланысты ғой, егер ускоримся, то успеем, если былай болса, может асықпай түсіреміз, көреміз. Бірақ бізде мақсат мүдде бір, осы өзімізге де қызық болып тұр, Қырғызстан мен Қазақстан бірігіп, бір енді алдыңғы апам деген проектте жұмыс істедік, сол сияқты тоже енді өзіміздің дүниені жасап көрсек деп. Ошол апам деген проект тууралуу дагы сурап кетейин. Ал проект боюнча ал кандай фильм? Апам деген менің түсінгенім бойынша ол биографиялық драма, өмірде болған оқиға, ауыр адам тағдыры жайлы ғой, Чехов қой, трагедия маленького человека. Это вот қанша сүзгіден өтсе де
ана мен баланың ортасындағы связь это нерушимая связь ғой. Сол жайлы ішінде көп жақсы адамның өзгеруі, жаман адамның жақсы болуы, бұл адамгершілік деген нәрсенің жоғалып кетуі, мейірімнің жоғалып кетуі. Сол жайлы менің кейіпкерім де ол осы өмірде өте бір сондай бір қиындықтардан өтіп, мен өзім антагонисттерді ақтап алғанды жақсы көремін. Всегда люблю оправдывать их. Почему? Что в конце сказать? Он не просто так стал таким деп. Вот сол үшін ол просто так жаман адам болып кеткен жоқ. Онда өзінің себептері бар, ол да сол фильмде көрсетіледі. Және өте каст, өте жақсы деп санаймын. Өзім осы Қырғызстан жұмыс істеген партнерларыма шын рахмат айтқым келеді. Өте мықты актерлар, актрисалар танысып, оларды жылы тартып. Сол себепті алдағы уақытта күтіңіздер. Бұйырса мүмкін сентябрьге таман шығып қалады. Өте бір күшті фильм болады деп ойлаймын. Апам фильмі. Қырғызстанның, Қазақстанның барлық кинотеатрларында. Азиз Бейшеналиев байкебіз да тартылған ал. Иә. Азиз байке. Қысқаша айтып кетсек, Азиз Бейшеналиев байкебіздің рөлі қандай болды? Азиз Бейшеналиев ол кісі тоже антагонист, но ол кісінің өзі, түрінің өзі, типажның өзі, ол кісі интеллигент қой. И, соответственно, он такой, если мой персонаж, он такой глыба, ба, все время. Ол кісінікі наоборот, он еще хуже, он еще тоньше. Кто-то топором убивает, кто-то лезвием. Ғой. Одно слово скажет, кто как понимает дегендей. Да. Ол кісі де мықты актер ғой. Біз ол кісімен Қазақстанда да проекттерде жұмыс істедік. Поэтому очень люблю, уважаю ол кісіні, творчествосын да. Поэтому білмеймін, но этот фильм обречен, по-моему, на успех, я считаю, потому что я еще кадры все не смотрел, я еще фильм не смотрел, но бір чувство болады ғой іште, бүйтіп қарайсың да, что, каст хороший, история хорошая, теперь монтаж покажет дейді ғой. Поэтому Барымыз күтеміз. Монтаждан кейін бұйырса күзде Қазақстан, Қырғызстанда апам фильмі. Келіңіздер. Эми бирүүбүз дагы акырындап соңуна баратат. Анан чоң глобалдуу суроо дагы бир казак, кыргыз, негизи эле адамдардын, улуттардын ортосундагы мамиле боюнча сиздердин тармагыңыздардан тышкары дагы эмне кылсак дагы да бир тепкич көтөрүлөбүз. Дагы баягы айтып өтпөдүмбү? Союз таркагандан кийин биз кичинекей балдар болуп бири-бирибиз менен атаңдашып жүрдүк. Эми бир өспүрүм куракка жетип калдык. Дагы чоңоюш үчүн менде бар идея соған. Границада техпаспорт сурауды алып тастау керек. Мен машинамен келдім да, техпаспортты Қазақстан Алматыда ұмытып кетіп кіре алмай қалдым, машинам границада қалды. Соны алып тастасақ біз вообще жақын боламыз бір-бірімізге. Доверенность бар. Қазақстан сұрамайды, қырғыз халқы Қазақстан кіріп жатқанда сұрамайды, Қазақстан қырғызға кіріп барады, доверенность сұрайды екен. страховканы да жоқ қылып салайық. Страховка бәрін алып тастайық. Қалжың ғой оның бәрі. Әрине, ұлт пен ұлтты байланыстыратын өнер, потому что нация таңдамайды. Өнерде ұлт жоқ. Мысалға, кез келген ұлттың өнерін сен кез келген адам баға бере алады. Сол себепті, мен ойымша, егер осындай екі ұлтты байланыстыратын проекттер көп болған сайын, мысалы, біз Қырғызстан жайлы тек мысалға әңгіме, соцсет, новости арқылы ғана білетінбіз. Біз қазір уже халқымен прямой таныспыз, уже достарымыз бар. Біз уже біреу бізге келіп, ой, қырғыз байкелер мынандай десе, жоқ дейміз да. Біз өткен жеке танимыз. Ондай емес. Қырғыз байке біз жақсы күткен. Сый көрсетті, құрмет көрсетті деп айта аламыз. Досым да мысалы Қазақстанға келмей тұрып, мысалға оған біреу айтса, Қазақстанда бауырлар мынандай екен десе, деп қалар мен. Ол өзі көргеннен кейін көзі жетіп, ол айтады да, жоқ, мен достарым бар ол жақта. Сол сияқты ойлаймын, егер проект көп болып, екі жақ өстіп опыт алмашып, мысалы мен Қазақстанға барғаннан кейін мен мысалға айтам, мен бір 10 адамға айтсам,
еламан бір 15 адамға айтса, ол 15 адам барып, олар 15 Сарафанный адамға радио айтса, типа бар. сарафанкамен ақ, қырғыздар өзіміздің бауырлар, қазақтар өзіміздің бауырлар деген үрдіс қалыптасатын сияқты. Сол себепті арада осындай алыс беріс көп болу керек сияқты. Біз сіздерге не бере аламыз, сіздер бізге не бере аласыздар творчествода. Давайте біріктірейік деген бір сондай совместный жұмыстар көбірек жасалу керек сияқты. Бир өнөр киши айткан, маданияттын кишиси, саясатчылар бузган мамилени маданият адамдары түптөйт. Рас, Ол рас, рас. Ол сөздің шындығы бар. Анан эми ушундай сонун маек куруп бергениңиздер үчүн рахмат, Аллах ыраазы болсун. Бизде традицияда коногубуз бир конок болгондо, менде 2 суроо болчу. Мен сиздерге ошол 2 суроону бирден берейин. Сизге, Эламан байке, жашоодо эң мындай теңелип жашайм деген, негизи эле ар тармакталганда жашооңузда мындай ушул кумир, ушундай адамдын идеалы дегенде биринчи ким элесиңизге келет? Ең бірінші мен үшін идеал ма? Өнер жағынан ба или жалпы? Жалпы өтүп кеткен адамдар, тарыхый адамдар. Бұл сұраққа негізі көп ойланбайтын, мен бір андай қатты бір адамды фанатить етпеймін деймін да. Өйткені әр адамның өзінің несі бар ғой. Былай айтсам, тарихы бар. Бірақ маған просто былай айтқанда Джонни Депп өте маған ұнайды. Өйткені не себептен десем, жүзінен күлкі кетпейді да. Жүзіне күлкі, өзін ойнаған. Қандай проблема болса да. Мысалы да бір қысқа нұсқа айтып берсем, осы Джонни Депп, например, мықты актер болғанмен жаңағы «Пираты Карибского моря» түсіп атты ғой. Сол Universal ғой не, Pictures. Солмен әйелмен ажырасатқан кезде ол отказались от него. Бас тартты. Содан кейін Джонни Депп айтты да, мен ешқашан қайтып келмеймін деген сендерге деп. Оған қателеспесем $400 миллион берді ғой, қайтадан келіп кешірім сұрап деген сияқты. Сонда бір ниеті бар да, өзінің андай былай айтқанда жігіттік принципі, жігіттігі, өзінің бір бөлек кейіпкер ретінде бір қайталайтын адам көрмеппін оны. Негізі одан кейін жаңағы бір тағы қасиеті бар, что анау ауырып жатқан балаларға больницаға барып, өзің жаңағы «Пираты Карибского морядағы» формасын киіп алып, балаларға кіріп шығып, жаңағы садақа беріп, солардың емдерін төлеп деген сияқты да, ол адамгершілікті үлкен өте қасиетті. Соған енді ең бірінші ойыма келетін сол кісі. Анда сизге Мек мырза, суроо, ошол сиздин дагы өзүңүздүн ошондой адамыңыз бар да, тарыхый адам кимиңиз болот. Ошо менен жолугуп калсаңыз эмнени сүйлөшмөксүз? Менің ойымша ол бағана өнерде айттым, Аль Пачино қатты айтты деп. Өмірде алсақ, ол Димаш Ахметұлы Қонаев. Это біздің алғашқы басшымыз ғой. Это тәуелсіздік алмай тұрып, сол кісінің жасап кеткен жақсылықтар өте көп. Мен үшін ол кісі, білмеймін, мен енді көп нәрсені білмейміз ғой, бірақ мен үшін сол кісі идеальный лидер сияқты. Мемлекетке. Прям вот жанашыр. Потому что мен сол кісіге сұрағым көп болар еді негізі. А что не так? Сейчас что поменялось? Сіздердің кезде қалай болды? Мен негізі именно сол политиканың закулисиясын именно сол жылдарын көргім келеді. Қазіргі уақытта емес, именно развал болып жатқан кезде что там творилось, закулисье ше. Бір ана невидимка болып барып, бүйтіп қарап тұрсаң. А вот как все было деп ше. Не то, что мы знаем, а бәрі. И также, например, соғыс жылдары. Бауыржан Момышұлы, біздің батыр, сол кісінің қасында болғым келетін еді. Каким он был? Бізде тарихи фильмдер түсіреді ғой. И хотелось бы, чтобы там было больше правды. Не так, чтобы вот герой, а чтобы показали его нутро. О чем он переживал, о чем он думал, как он жил, что он ел, какие были привычки. Может, он если курил, как он затягивался.
Мисалы бизде сигарет ештеңе көрсөтпөйдү, мисалы сол прям шынайы образын көргүм келет эле ше. Чтоб сондай прям зерттөө жасап ше. Фундаментализм. Я предупреждаю, сиз Казакстанга кайра кайтасыз. Машинаңыз калып кетпесин. Мен оюмча биздин көрүүчүлөргө негизи эле Кыргызстан, Казакстан баары эле көрүш керек. Жактырууну басыңыздар, бөлүшүңүздөр, достукту мындан да ары бекемдейли, себеп дегенде бирдиктүү Орто Азия, бирдиктүү Орто Азиянын калктары бул дүйнөгө туруштук бере турган күч деп эсептейм. Әрине. Ошондуктан келип бергениңиздер үчүн Алла ыраазы болсун. Түнкү саат 12 биз болсо тамашалашып, күлүп, бир мистикага кирип, тарыхка кайтып, сонун маек курдук. Мен үчүн аябай жакшы. Алла ыраазы болсун. Бизде таанысканыбызга өтө кубанычтымын. Рахмет. Күчтүү әңгиме болду. Ар түрлүү тема жазса айткандай, баарын аралап чыкты. Сол себептен үлкен рахмет. Кош келип атырык. Буюрса Казакстанга келиңиздер. Үлкен рахмет сиздерге осындай бир убактыңызды бөлүп, атмосфера өтө күчтүү. Казак кыргыз бир тууган. Кыргыз казак бир тууган. Сондай. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Жаңы берүүлөрдөн көрүшкөнчө.